Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз баклажан мен қыстық салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге керекті тәтті бұрыш, сәбіз, помидор, баклажан, капуста және 2 бас дана пияз, 4 бас сарымсақ, яғни чеснок, 1 ащы бұрыш және ас көк қажет болады. Ең алдымен пиязымызды жұқалап, әдеттегідей турап аламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Дәл осылай жұқалап, әдеттегідей қылып, пиязымызды бірінші кезекте турап алатын боламыз. Дәл осылай шықты менде. Барлығын пісірмес бұрын осылай формасында дайындап алғанымыз дұрыс. Мен енді кезекте тәтті бұрышымды көбейттеп, яғни 4 бұрышты етіп, барлығын турап алатын боламын. Егерде көлемін көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Барлық қоспаларын қалай пісіру керек екенін мен көрсететін боламын. Және мен бұл жерде банкеге жаппаймын. Мен бұны холодильникте, яғни мұздатқышта сақтап қоятын боламын. Өйткені бұл аз ғана мөлшер жасалған қыстық салат. Егерде банкеге жабам десеңіздер, көлемін ұлғайтып, банкілеріңізді булап парда жасай берсеңіздер болады. Мен оны да көрсететін боламын. Осылай баклажандарымыздың барлығын артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Артық керек емес жерлерін. Бұны да көбейттеп турап алатын боламын. Дәл осы барлық баклажанымызды турап аламыз. Баклажанымыздың сыртын ашып та істесеңіздер болады. Бірақ сыртымен жасасаңыздар ерекше көрініс беріп тұрады салатымызға. Помидорымды да дәл керек емес жерін атып тастаймыз және барлығын осылай турап алатын боламыз. Өйткені мен бұны осы көлемін блендердің көмегімен помидорымызды сок қылып аламыз. Сол үшін мен осылай блендеріміздің ішіне салғанға ыңғайлы етіп жасап жатырмын. Дәл осылай барлығын турап дайындап аламын. Егерде помидоры көп болсын десеңіздер, бұдан да көлемін ұлғайтып жасай берсеңіздер болады. Енді кезекте сәбізімізді теркадан ұзынша өткізіп аламыз. Дәл осылай барлығын теркадан ұзынша етіп өткізіп алдым. Барлық қоспаларымыз дайын болды. Енді кезекте помидорымызды блендердің көмегімен сок етіп аламыз. Мен блендерыма 2 бөліп салатын боламын. Дәл осылай сок етіп аламын. Ірі күйінше салсаңыздар да болады. Қалауларыңызға қарап жасай берсеңіздер болады. Согымыз дайын. Енді кезекте ас көгімізді ұсақтап турап алатын боламыз. Ас көгімізді, сарымсағымызды және қызыл ащы бұрышымызды дәл осылай ұсақтап турап алатын боламын. Егер сіздер дәмі ерекше болсын десеңіздер, уксус 70% уксустан 1 ас қасық қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде қоспаймын. Егер қалауларыңызға қарап қоса берсеңіздер болады. Дәмін өте ерекше қалады. Сарымсағымды осылай ұсақтап турап аламын. Арнайы езгішпен де езсеңіздер болады, бірақ осылай сәл ірілеу болғаны салатымызға ерекше көрініс береді. Сондықтан мен пышақтың көмегімен осылай турап аламын.
ащы бұрышымызды турап алдым. Егер де балаларыңыз ащыны дәмді ұнатпайтын болса, ащы бұрыш қоспасаңыздар болады, өйткені біз осындай қара ащы бұрыш қосатын боламыз. Дәмі сәл қышқылдау болады, және 2 лавр жапырағы, кішкене тұз және шекер қосатын боламын. Қазанымызды осылай қатты отта қыздырып, 100 граммдай май құятын боламын. Бірінші кезекте пиязымызды осылай қызарғанша қуырып аламын. Екінші кезегімізде осылай сабызымызды жақсылап қуырып алатын боламын. Қараңыздар, жақсылап қуырылды. Ендігі кезегімізде болгарскийімізді саламыз. Әр салмасын салған кезде жеке-жеке осылай салған кезде араластырып қуырып отырамыз. Егер барлығын тұтастай салатын болсаңыздар, жақсы қуырылмауы мүмкін, сондықтан жеке-жеке қуырылу қажет. Осылай сәбізім сәл жұмсарғанша, қараңыздар, осылай жұмсарғанша қуырып алдық. Тәтті бұрышымызды да жақсылап үстіне 10 минуттай тұрды қуырылып. Енді кезекте баклажанымызды саламыз, және бұны да 10 минуттай қуыратын боламыз. Әр қуырған сайын, араластырып тұрған сайын, жақсы бетін жауып, ара-арасында қарап, осылай қуырып тұрамыз. Әр қуырғанымызға 10 минуттай, осы араластырғанымызға 10 минуттай кетеді. Мен жақсылап қуырылды. Енді кезекте капуста салатын боламыз. Капустамыздың көлемі барлығына қарағанда көптеу, өйткені бұны осы қысық салатымызды сочный етіп, сулы етіп, дәмін кіргізеді. Капустамыздың дәмі өте ерекше, сондықтан сәл көптеу қостым. Капустамызды сәл қуырып алғаннан кейін помидорымызды салатын боламыз. Барлығын қуырған кезде осылай жақсылап араластырып, бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Жай отта 10 минутта жақсы өзінің суы шығып, соғы шығып, жақсы бұқтырылады. Ендігі кезекте осылай помидорымды қосатын боламын. Осы помидормен қатар аскөгімізді, сарымсағымызды және ащы бұрышымызды бірге қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып қуырып 10 минутқа бетін жауып қоятын боламын. Көріп отырғаныңыздай жақсы қуырылған және жақсы бұқтырылды. Енді кезекте тұзымызды және 1 ас қасық шекер салатын боламын. Жақсылап барлығын араластырып аламын. Көріп отырғандарыңыздай капустамыздың, помидорымыздың соғы жақсы шықты. Қазанымыздың қақпағын сәл қиялап жауып қойып, осылай тағы да 10 минутқа бұқтырып аламыз. Бар жоғымен 45 минуттай уақыт кетті. Ендігі кезекте дайын боларының алдында 5 минут, 10 минут алдын осылай сарымсақ, аскөк, лавр жапырағын, қара бұрышымызды осы кезде саламыз. Және 70% уксусымыз болса, 1 ас қасық қоссаңыздар болады. Ол да дәмін өте ерекше етеді. Міне 10 минуттай бұқтырылды. Қарап отқандарыңызда соғы жақсы шықты. Бар жоқ 45 минуттай уақыт кетті. Осы қыстық салатымызды банкіге немесе холодильникке сақтап жей беруге болады. Қараңыздар, дәмі өте ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен сіздерге осы ыдысқа салып, қалай шыққанын салып көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңіздің астарыңызбен қосып жегенге өте дәмді қыстық салат. Жасалу жолы өте оңай, бір жасағаннан сәтті шығады. Қараңыздар, көрінісінің өзі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға кез келген астарыңызбен үйлесетін салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыс мезгілінде өте дәмді, өте тойымды, кез келген қонақтарыңызға да ұсына берсеңіздер болады. Менің каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер ұнап жатса, лайк басып,
қоңырау шалып екісін басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын.